Секе, ертең қазақтың күні не болады? Өте маңызды сұрақ қойдың. Егер қазақ осы бет оянбаса, онда қазақ өзінің тәуелсіздігінен айырылады. Құжынаған Қытайдың кіруі бар, шығуы жоқ. Қытайлар бір жерге кірсе, одан шықты дегенді естімейсің. Мен бір қызық әңгімені айтайын. Американы көп ел қырық темірдің қылауы дейді. Америкада осы шығыс пен батысты жалғаған темір жолды, ең атақты темір жолды, адамзат тарихындағы ең ерте салынған, ең ұзын темір жолдардың бірі. Соны салуға қара жұмысшы болып қытайларды жұмыс қалған. Ол дегеніңіз осыдан бәленбай кем дегенде 100 бәлен жылдың қалды. Бірақ Америкада сол кездегі қытайлардың тұқымы жоқ. Неге? Қытайларды пішкен. Сонда Америка неге қытайларды пішкен? Ол енді 100 бәлен жылдың қалды. Адамды құқығы анау мынау дейтін жоқ. Неге пішкен? Бұлардың көбейгіштігін біледі. Сосын бұл жер англосаксондардың отаны емес, сол Қытайдың отаны болып кетеді, саны басып кетеді. Сондықтан пішкен. Міне. Енді мына жерде тағы бір нәрсені айтайын. Мен бұрынғы лекциямды айттым, қайталамай қояйын. Бүкіл оңтүстік шығыс Азия. Ойлаңдар, бәрі Қытайдың ілкінде. Бүкіл. Мен оны бұрынғы лекцияларымда айттым, қайталамайын. Мысалы, Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген лекциямды тыңдаңыздар, 17 жыл сөйледім. Сингапур синдромы және Қытай қаупі. Сонда бәрін айттым. Қазір Қытай Канадада көбейіп жатыр. Аустралияда бір премьер-министр Қытай болды. Жаңа Зеландияда Қытайға жұмыс істейтін бір конгрессмен ба депутат ұсталды, білесіздер, 19 жыл. Оның сол кезде лекциямда. Америкада өткенде ғана Калифорнияның бір қаласының әкімі Қытайдың шпионы болып, жігіт екеуі, ана өзі әйел, Уаңайлин деген әйел, Трамп Қытайға сапарға баратыннан бір күн бұрын ұстады. Қылмыстарын екеуі де мойындаған, екеуі де 10 жылға сотталатын болып жатыр. Неге? Америкада қылмысын мойындаса 50% жаза береді. Міне. Көрдіңіздер ме? Бұл деген сөз, бұл сөздің шыны кәдімгідей Қытайдан Америка қорқып отырғанда қазақ неге сақтанбайды?